Қайрат бірінші жеңісіне қол жеткізе ала ма? Дастан Сатпаев неге алаңға шықпайды? Чемпиондар лигасында басқа қандай матчтар болып жатыр? Реал тағы да дағдарысқа ұшырады. Арбелоаң шабармандары Альбацетеден кейін Монакоға төтеп бере ала ма? Арсенал ешкімді упор көрмеуде. Алдағы аптада бізді тартысқа толы матчтар күтіп тұр. Себебі көптен күткен Чемпиондар лигасы қайта оралады. Бүгінгі шығарылымда кәрі құрлықтың басты клубтық додасында бақ сынап отырған отандық команда туралы айтатын боламыз. Алматылық Қайрат турнирдің жалпы кезеңіндегі соңғы ойындарын өткізеді. Ең алдымен Брюггені өз алаңында қабылдайды. Енді өз алаңында дегеніміз қате болар, себебі матч Астана аренада өтеді. Олимпиакосқа қарсы матч ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанада өтті. Дәл сол күні Елордада минус 25 градус аяз болса, Алматыда нағыз футбол ойнайтын ауа райы болып тұрды. Брюггеге қарсы ойын кезінде де қос қаланың ауа райын бір салыстырып көрерміз. Бұл кездесуде алматылықтардың қолдаусыз қалмайтыны анық. Астанадағы өткен ойында 19 мыңнан аса көрермен жиналған еді. Қазір Қазақстанда футбол маусымы аяқталып, клубтардың барлығы шетелге оқу-жаттығу жиынына кетті. Бірақ алматылық клуб жанкүйерлерді топ матчпен қуантуға дайын. Футболды сағынып қалған елордалықтар бұл кездесуге көптеп жиналатын шығар. Одан бөлек команданы теледидар алдында телефоннан қолдайтын адамдар да көп болады. Және бұл ойынды кинопоисктан жоғары сапада дәл стадионнан көргендей тамашалай аласыздар. Трансляцияның сілтемесін осы видеоның астынан табуға болады. Шығарылымды бастамастан бұрын біздің арнаны қолдап, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Біз футболды ана тілінде сөйлетіп, қазақ тілді контентті одан әрі дамытуға тырысамыз. Арнаға тіркеліп пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Бұл сіздер үшін қиындық тудырмайды, ал бізге жұмысымызды әрмен қарай позитивті көңіл күйде жалғастыруға көмектеседі. Қайрат Астанаға 4 күн бұрын келіп, жаңа жылдағы алғашқы матчына дайындалады. Олимпиакоспен болған ойыннан кейін Рафаэль Уразбахтин футболшыларын демалысқа жіберді. Себебі алматылық клуб үшін өткен маусым өте ауыр болды. Қазақстан премьер-лигасының соңына дейін күресіп, чемпиондығын қорғап қалды. Чемпиондар лигасын алғашқы іріктеу кезеңінен бастап, негізгі кезеңге дейін европалық командаларға қарсы 8 матч өткізді. Алпауыт командамен, атап айтсақ, Реал, Интер, Спортингпен кездесті. Қазақстанның басқа клубтары демалысқа кеткенде бұлар ойнап жатты. Демалысқа кеш шыққанымен қоймай өте аз уақыт демалды. Кейбір футболшылар жылы экзотикалық елдерге барса, кейбіреуі Қазақстанның ішінде демалып жатты. Мысалы, Темірлан Анарбеков елдің үлкен ықыласына бөленді. Түрлі премияларға барды, сұхбат берді, тіпті жарнамаларға түсіп үлгерді. Бірақ мойындауымыз керек, жігіттер бұған әбден лайық болды. Алматылық клуб демалыс аяқтала салысымен оқу-жаттығу жиынын өткізу үшін Біріккен Араб Әмірлігіне аттанды. Ол жақта 2 матч өткізіп, алғашқысында Әзербайжанның Нефтчиінен 0-3 есебімен ұтылды, ал Хорватиялық Варажденмен тең түсті 0-0. Бірақ нәтижеге мән берудің қажеті жоқ. Жігіттер демалыстан енді ғана оралды, тек тонусқа қайта келу үшін өткізген жолдастық кездесулер ғой. Чемпиондар лигасына келгенде Қайраттың қалай ойнайтынын жақсы білесіздер. Біреу білер, біреу білмес, бірақ Қайраттың жалғыз жасаған трансферіне тоқталайық. Рафаэль Уразбахтин командасына соңғы 3 жыл бойы клуб сапында доп тепкен Яко Оксаненді алдыртты. Естеріңізде болса, алматылық клуб Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңінде дәл осы клубқа қарсы ойнаған болатын. Және осы ойында Яко Оксанен 25 жастағы жартылай қорғаушы Қайрат қақпасына гол соқты. Алматылықтарға Оксаненді алыстан салған гол ұнаса керек, бірден қатарына қосып алды. Қайрат Боранбаевтың айтуынша, осы Еврокубок маусым үшін Қайраттың есеп шотына 35 миллион евро түседі. Сондықтан жаңа маусымда да осы нәтижесін қайталау үшін тағы да сапалы ойыншыларды шақыруға болады. Қайраттан кетіп жатқан футболшылардың да қарасы көп. Алматылық клуб Жоау Пауло Элдер Сантана, Александр Заруцкий, Георгий Заря және Интер қақпасына гол соққан Офри Аратты шығарып салды. Жаңа ережеге сәйкес алдағы маусымнан бастап КПЛ-дағы клубтар 10 легионерден артық шақыра алмайды. Қазір сары-қаралар сапында тура 10 шетелдік футболшы бар. Трансфер жасағысы келсе, бір-екеумен қоштасуға енді тура келеді, амал жоқ.
Енді алдағы матчтарға арналған құрамына тоқталайық. Брюггемен болатын ойынға Дастан Сатпаев қатыспайды. Өткен маусымда 41 матчқа қатысып, 19 гол мен 8 нәтижелі пасты өз атына жазған 17 жастағы футболшы жарақатынан емделіп жатыр. Маусым бойы жарақатына қарамастан ойнап шыққан екен. Бірақ Чемпиондар лигасындағы соңғы 2 ойынды жіберіп алады. Бірақ уайымдайтын ештеңесі жоқ. Ертең Челсиге ауысып алса, Арсеналға әлі талай рет ойнайын деп тұр. Ал енді матчқа оралайық. Брюгге 4 ұпаймен қайраттан 5 саты ғана жоғары тұр. Бельгиялықтар үшін Чемпиондар лигасының сырт алаң матчтары оңайға соқпауда. Спортингтен 0-3, Бавариядан 0-4, Аталантадан 1-2 есебімен ұтылды. Бірақ өз алаңында жақсы ойнайды екен. Монаконы 4-1 есебімен түзе бүктіріп, Барселонаға қарсы матчта 3-3 есебін тіркеді. Ал Арсеналдан 0-3 есебімен жеңілді. Қазір енді канонерлерді жеңу кез келген команда үшін арман болып тұр. Қайраттың осы ойында 3 ұпай болмаса да 1 ұпай алуға мүмкіндігі болады. Өз алаңы саналатын Астана аренада жасанды төсеніш бар. Қонақтарды аязбен де қорқытуға болады. Бельгиялық клуб алаңға үйренеміз деп жүргенде жылдам гол соғып алуды көздеу тиіс. Қарсыластың сырт алаңда нашар ойнайтынын, Қайраттың Чемпиондар лигасында Интер, Копенгагенге қарсы тартысты матчтарын ескерсек, сіздерді қайдам, мен өзім оң нәтиже күтіп отырмын. Брюгге құрамында матч сайын голды топырлатып соғып жүрген Христос Цолис деген шабуылшы бар. Ромео Верман деген шабуылшысы да жаман емес. Олардан бөлек көп жылдан бері командада тәжірибелі Ханс Ванакен өнер көрсетеді. Кезінде Ливерпульдің қақпасын қорғаған Симон Миньяле бар. Бірақ 37 жастағы қақпашы қазір госпитальда жатыр. Басқа атағы жер жарып тұрған ойыншылары өкінішке орай жоқ. Қайраттың ойынына келгенде билет мәселесінде қозғамай кетуге болмайды. Бұл жолғы бағалар да дәл алдыңғы ойындағыдай 15 пен 50 мың аралығында болады. Негізі КПЛ-дағы матчтарда 500 мың теңгемен кіріп жүрген Қазақстағы футбол жанкүйерлері үшін бұл қымбат болып саналады. Реал, Арсенал келсе мейлі екен. Көршінің сейін ұрлап босын баратын. Бірақ алматылықтар стадионды толтырудың жолын жақсы біледі. Матчқа 1-2 күн қалғанда әртүрлі қызметтік ұйымдарға билет үлестіріп, стадионды толтыра алады. Мұны Пафос және Олимпиакосқа қарсы матчтарға байқадық. Енді Чемпиондар лигасының 7-ші турындағы басқа да матчтарға шолу жасап өтейік. Ең қызық әрі тартысты ойын Интер мен Арсенал арасында өтеді. Өз алаңында Қайратты әрең ұтқан команда 6 турдың ішіне небәрі 1 гол жіберген Арсеналдан айласын асырама. Менің ойымша бұл ойында Артетаның бандасы Интердің тас талқанын шығарады. Себебі канонерлер қазір өте керемет формада. Соңғы 10 ойында жеңіліс көрмеген Челси ұтты, Астон Вилланы ұтты, Ливерпульмен тең ойнады. Жаңа қайтқан соңғы 10 матчта 24 гол соғып, 9 гол жіберген. Ал Интердің жеңіліссіз сериясы әзірге 5 матчты құрап отыр. Чемпиондар лигасының басында әлсіз командаларға қарсы ойнап ұпай жинап алған еді. Соңғы 2 ойында дағдарыста жүрген Ливерпуль мен Атлетикоға жол беріп қойды. Осы факторларды ескере отырып, менің ойымша бұл ойында Арсенал минималды есеппен жеңіске жету керек. 0-1 немесе 1-2. Қысқасы Интер қанша жерден автобус қойса да, Арсенал ойыншылары бұл автобустың кілтін оңай табатын секілді. Чемпиондар лигасының королі саналатын Реал Мадрид өз алаңында Монаконы қабылдайды. Тұрақсыз ойынымен көзге түсіп жүрген қос командадан не күтуге болады? Мадридтік клубтың жағдай қазір өте мүшкіл. Хаби Алонсоны бір жеріне қыстырмай жүрген ойыншылар Арбелоаны адам құрылы көрмейтін шығар. Оған дәлел алғашқы және жалғыз Копа дель Рейдегі Реалдың нашар, тіпті нашар емес, жиіркенішті ойыны. Секундада қалуды армандап жүрген командадан ұтылу Чемпиондар лигасын 15 рет жеңген клуб үшін әрине өте ұят нәтиже. Монакода жетісіп жүрген жоқ. Әйтеуір ілініп салынып Чемпиондар лигасының 1-16 кезеңіне өтуді жоспарлауда. Қазір екі командада да ойыншылар шетінен сынып жатыр. Реалдың лазаретінде қорғаныс шебінің біраз ойыншылары Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Трент Александр-Арнольд жатса, Монакода керісінше шабуыл шебіндегі Ансу Фати, Такуми Минамино, Фаларин Балаган сынды ойыншылары сынып жатыр. Менің бұл ойынға деген болжамым, Реал қазір дағдарысты басынан кешіріп жатса да, ойыншыларының деңгейін білесіздер. Сол үшін Мадридті клуб еш қиналмай өзінің 3 ұпайын алып кетуі тиіс. Ал Чемпиондар лигасының соңғы жеңімпаздары Лиссабонға қонаққа барады екен. Спортингтің турнирдегі жағдайы жаман емес. 10 ұпаймен Барселона, Челси секілді клубтармен бір қатарда тұр.
Ал ПСЖ 3-ші орынға табан тіреген. Парижді клуб алғашқы 8-діктегі орын сақтап қалу үшін барын салады. Сондықтан олар сырт алаңда да жеңіс үшін ойнайтын болады. Көптен күткен Чемпиондар лигасының ойындары қайта оралды. Соңғы 2 турдағы әрбір матч қызыққа толайын деп тұр. Командалар 1-8, 1-16 финалға шығу үшін барын салады. Осы тұста Қайрат та өз алаңындағы соңғы матчында жақсы нәтиже тіркеп, жанкүйерлерін бір қуантып қойса екен дейміз. Себебі алматылықтар турнирдегі жорығын жалпы кезеңнен аяқтайды. Сондықтан жоғалтатын ештеңе жоқ. Қорықпай, барын салып ойнау қажет. Жастар өздерін көрсетіп жатса, шетелге кететін мүмкіндіктері пайда болады.